Масондар. Олар не істейді және бәрін көретін көз нені білдіреді? Әлемді масондар билейді. ақш долларының купюрасында бәрін көретін көздің бейнеленуі кездейсоқ емес. Бұл ең танымал мифтердің бірі. Мен бұл видеода масондардың кім екенін және олар шынымен не істейтінін айтатын боламын. Қазақ контентін қолдау мақсатында менің арнама жазылып, қызықты видеолар тамашалай аласыздар. Масондар 17 ғасырдан бері өмір сүріп келе жатқан ең танымал және ең үлкен құпия қоғам. Масондарда идеология, бірлестік формалар, иерархия, культтық ғұрыптар мен рәсімдер, рәміздер мен өзіндік тану тәсілдері бар. Қазір масондық қозғалыста дүние жүзінде 6 миллионға жуық адам бар. Масондар өздерінің қауымдастығын бауырластық, философиялық және филантроптық прогрессивті институт ретінде сипаттайды. Негізгі мақсат адамгершілік өзін-өзі жетілдіру, дүниені тану және оны жақсартуға ұмтылу. Бірнеше ғасырлар бойы утопиялық білім беру идеясы саясаткерлерді, ғалымдарды, өнертапқыштарды, философтарды, жазушыларды және инженерлерді қызықтырды. Масондықтың негізгі принциптері деизм іліміне негізделген, яғни жоғарғы болмысқа, әлемнің ұлы сәулетшісі және жанның өлмейтіндігі мүмкіндігіне сену. Масондық бауырластықтың әрбір мүшесі масондық құпияны сақтауы және ложалардағы ішкі иерархияны мойындау керек. Кез келген адам қоғамдағы орнына қарамастан масондық ложаға қосылып, ішкі иерархия бойынша қозғала алады деп жарияланған. Масондық қалай пайда болғаны туралы әртүрлі теориялар бар. Негізгі нұсқа бойынша бәрі орта ғасырлық Англиядағы еркін масондардың бауырластығынан басталды. 17 ғасырда соборлардың ауқымды құрылысы жүргізілді. Құрылыс ондаған жылдарға созылуы мүмкін еді. Жұмысшылар төлемдерге қатысты мәселелерді шешу, ағалар арасындағы жанжалды реттеу және қиын өмірлік жағдайларда бір-біріне қолдау көрсету үшін қоғамдарға біріккен. Уақыт өте келе соборлардың белсенді құрылысы аяқталды және мұндай бауырластық жойылды. Бірақ жаңа бауырластықтар пайда бола бастады. Олар сыртқы масондар деп аталды. Оларға құрылысқа еш қатысы жоқ ер адамдар қосыла бастады. Олар әлеуметтік жағдай жоғары, дәулетті ағартушы адамдар еді. Олар либералдық құндылықтарды ұстанып, биліктің назарын аудармау үшін өздерін құрылысшылардың бауырластары ретінде жасырды. Еркін масондардан олар әрбір масон ұстануға тиісті кейбір белгілер мен моральдық және этикалық принциптерді мұра етті. Бүгінгі біз білетін масондық 18 ғасырдың басында Англия мен Шотландияда пайда болды. Бастапқы нүктені 1717 жылы 4 бөлек лондондық ложалардың мүшелері Лондон мен Вестминстердің біріккен үлкен лоджын құру үшін біріктірілген кезден бастауға болады. Осы кезден бастап масондық бүкіл континентке тез тарады. Көп ұзамай масондық ложалар бүкіл Еуропаға шашырап кетті. Батыста Испания мен Португалиядан, шығыста Ресейге дейін. Тарих профессоры Джессика Харланд Джейкобстың айтуынша, империя құрылысшылары масондық және британдық империализм 1717-1927 кітабының авторы масондық ұйымдар Солтүстік Американың колонияларында 18 ғасырдың бірінші жартысында құрылған. 18 ғасырдың аяғында ағартушылық дәуірінің қызған шағында масондық маңызды әлеуметтік беделге ие болды. Белгілі бір кезеңге дейін әйелдер масондық ложаға кіре алмады. Масондық қолжазбаларда, соның ішінде ескі айыптаулар мен конституцияларда былай делінген: ешқандай құлдар, әйелдер де, азғын немесе жанжалдар да жоқ. Бұл принцип бірнеше ондаған жылдар бойы сақталды, әсіресе Ұлыбританияда. 1740 жылдары Францияда масондық ложалар пайда бола бастады. Оларға ер масондардың әйелдері, қыздары және туыстары кірді. Олар кейінірек Нидерланды мен Америка құрама штаттарында пайда болды. Дегенмен, масондық әрқашан құпталмаған және барлық бірдей емес болды. 1830 жылдары ақш-та жаңа саяси партия пайда болды. Ол антимасондық партия деп аталды. Кейінірек президент Авраам Линкольнның мемлекеттік хатшысы болған Уильям Сьюарт өзінің саяси мансабын масондарға қарсы кандидат ретінде бастады. Әлем бойынша журналына берген сұхбатында масондық зерттеуші Андрей Дорошенко масондардың қызметі өзін-өзі жетілдірумен және мәдени, рухани және ғылыми тұрғыдан әлемге әсер етумен байланысты екенін атап өтті. Масон күнделік жүргізеді. Онда ол ойлайды, өзінің сезімдері мен эмоцияларын бақылауға тырысады. Оған кітаптарынан алған әсерін сипаттайды және тағы да басқа. Жаңадан келген масонға өз бетінше жұмыс істеуге көмектесетін тәлімгер тағайындалады. Масондар тарих, философия және этика мәселелеріне арналған мақалалар, эсселер мен шолулар жазады.
мәтіндер ложа жиналыстарында оқылады. 18-19 ғасырлардағы Ресейдегі масондық ағым өкілдерінің бірі Николай Новиков сатиралық журналдар шығарып, сирек кездесетін тарихи дерек көздерін шығарды. Бәлкім масондар саяси ойдың дамуына белгілі бір дәрежеде ықпал ете алатын шығар, бірақ кездесулерде бұл тақырып қозғалмайды. Тарихи құжаттарда, соның ішінде Андерсон конституциясында, ложаларда саяси тақырыптарды талқылауға тікелей тыйым салынған. Масондар туралы мифтер. Масондар бірнеше ғасырлар бойы жұмбақ болып қала алды. Сондықтан олардың айналасында көптеген қастандық теориялар мен қауесеттер бар. Масондар әлемді билейді. Бәрін көретін көз белгісі қорқынышты. Масондар шайтанға табынады. Масондық ложалар сырттан еврейлер, шетелдіктер, ақш және тағы да басқа қаржыландырылады. ақшты масондар құрды. Масондар бауыр мен жорғалаушылармен ынтымақтасады. Масондар орыс революциясын жасады. Масондар Джон Кеннедиді өлтірді. Олар айдың фотосуреттерін бұрмалаған. Титаниктің суға батуына масондар себеп болды. Масондар коронавирусты таратады. Құпиялық күші осылай жұмыс істейді. Егер масондар өздері туралы бәрін мұқият жасырса, онда олар әрине қорқынышты нәрсені жоспарлап, қастандық жасап, жалпы әлемдік үстемдікке ұмтылады. Көптеген адамдар мұның бәрі шындық екеніне шындап сенеді. Шындығында масондық құпия бұл қарым-қатынасты салтанатты және қасиеттілікпен жабу тәсілі, бірақ ештеңені жасыру емес. Ағарту дәуірінде діннің қоғамдағы күші мен ықпалы жойылған кезде мұндай бірлестіктің қалыптасуы ғажап емес. Құпиялық пен рәсімдер масондықты дінге ұқсатады, бірақ масондарда қауіпті теологиялық идеялар болған жоқ. Масондық бай символизмге ие. Масондық белгілердің қалай көрінетінін және оларда қандай мағына бар екенін қарастырайық. Бәрін көретін көз немесе нұрлы дельта, үшбұрышқа салынған немесе жарық сәулелерімен қоршалған көз ретінде бейнеленген. Бұл Құдайдың қатысуының белгісі. Еркін масондардың жұмысын бақылай отырып, әлемнің ұлы сәулетшісінің көзқарасы осындай. Барлығын көретін көз Ренессанс картиналарында және американдық долларда кездеседі. Арасында Г әрпі бар айқастырылған сәулетшілер құралдары. Алаң масондарға өз әрекеттерін ізгілік квадратмен өлшеу керектігін еске салады. Компас өз қалауларыңызды шектеп, құмарлықтарыңызды басқаруды үйрену туралы. G әрпі білім мезгілде Құдай және ең маңызды нақты ғылым туралы айтады. Масондық қозы терісінен жасалған алжапқыш жоғары этикалық нормалардың белгісі. Ақ қолғап игіліктің белгісі. Жалындаған масон жұлдызы берілгендік белгісі. Акация жанның өлмейтіндігінің белгісі. Жалындаған қылыш рухани күштің белгісі. Қара және ақ мозаикалық еден контраст заңының белгісі. Қате шындықты жасырады. Қуаныш қайғыдан кейін келеді және тағы да басқа. Химералар сіз ұмтылуыңыз керек, шындыққа жанаспайтын арманның белгісі. Масон болу IT корпорациясына жұмысқа орналасу сияқты. Сұхбаттың бірнеше кезеңнен өту керек. Біріншіден, үміткер Ресейдің үлкен ложасының веб-сайтында жарияланған өтініш формасының барлық өрістерін толтырып, масон шеберлерінен 2 ұсыныс алу керек. Ұсыныстар болмаса, 2-3 отырыста кандидатпен 5-6 адам сөйлеседі. Егер сұхбаттар сәтті болса, масондыққа үміткер соңғы кезеңге шақырылады. Бинт астындағы сауалнамада. Ер адам кездесуге келеді. Одан дүниедегі барлық нәрселер туралы, оның отбасылық жағдайынан бастап, философиялық мәселелер неден сұралады. Келесі кезекте жабық дауыс беру болады. Егер бәрі жақсы болса, яғни кандидат 2-ден артық дауыс жинаса, онда ол қабылданады. Масондарға қосылу туралы тағы нені білу керек? Мүшелік жарналарды төлеу керек. Жақсы ниетте болу керек. Заң мен проблемалардың болмауы. Құдайға сену қажет. Осы видео ұнаса, лайк басып және арнама жазылып, мені қолдасаңыз алғысым шексіз қадірмен көрермен. Менің арнамнан алда осындай қызықты және таңғаларлық видеороликтер тамашалайсыздар. Сіздермен болған Арай Факт арнасы.